Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Алматы облысы Қаратал ауданы Жамбыл атындағы орта мектебі биология пәнінің мұғалімі Әлімқұлов Амангелді Жанатұлы. Бүгінгі біздің сабағымыз 8-ші сыныптарға арналады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашу үшін жалпы тірі ағзаларға тән негізгі 5 қасиеттерді атап өтейік. Бірінші қасиет тыныс алу, екінші қасиет қоректену, үшінші қасиет зат алмасу, төртінші қасиет тітіркену, бесінші қасиет қандай деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бесінші қасиет көбею болып табылады. Демек, бүгінгі біздің сабағымыз көбеюге қатысты болады. Сабақтың тақырыбы митоз, мейоз. Митоз бен мейоздың биологиялық маңызы. Сабақтың мақсаты тірі ағзалардың тіршілік әрекетіндегі митоз бен мейоздың маңызын түсіну. Осы сабақ мақсатынан шығатын бағалау критерийі. Митоз бен мейоз үдерістеріне анықтама беру. Митоз бен мейоздың маңызын түсіндіру болып табылады. Жасушалардың бөлінуінің негізгі 3 түрі бар. Олар амитоз, митоз және мейоз болып есептеледі. Амитоз бұл митозға ұқсас болады. Бірақ аналық жасушадан хромосома теңдей бөлінбейді. Мысалға алып қарастыратын болсақ, адам ағзасындағы дене жасушалары амитоз жолымен бөлінеді деп қарастыратын болсақ, пайда болған жасушаның біреуінде 48, екіншісінде 44 хромосома болуы мүмкін. Мұндай жасушалар тіршілік қабілеті дұрыс ұрпақ бере алмайды. Олардың тіршілігіне ұзаққа созылмайды екен. Қарапайымдылар немесе эндосперм негізінде амитоз арқылы бөлінеді екен. Бөлінудің келесі түрі митоз. Митоз бұл генетикалық тұрғыдан және хромосомалық жиынтығы аналық жасушамен бірдей диплоидты екі еншілес жасушаның түзілуі. Немесе аналық жасушадан түзілген екі жас жасушаның хромосома саны өзгеріссіз сол қалпында сақталатын үдеріс болып есептелінеді. Митоздың биологиялық маңызы. Олар өсу, жасушалардың жаңаруы, генетикалық тұрақтылық, жыныссыз көбею және регенерация болып есептеледі. Өсу жасушалардың митоздық бөліну нәтижесінде дене жасушаларының саны артады. Сондықтан көп жасушалы ағзалар өседі. Екінші, жасушалардың жаңаруы. Жасушаларының митоздың бөліну арқылы өлген немесе жойылған жасушалар қалпына келеді. Мысалы, тері жарақаттанған кезде осы жасушалардың жаңаруы арқылы жүзеге асып отырады екен. Келесі түрі генетикалық тұрақтылық. Митоз нәтижесінде хромосома саны бірдей екі ядро пайда болады. Бұл жасушалар ата-анасының ДНК-сының көшірілуі нәтижесінде пайда болғандықтан генетикалық ақпараттар бірдей, яғни түзілген жасушаларда генетикалық тұрғыдан ешқандай өзгеріс болмайды. Генетикалық тұрақтылықты сақтау мүмкін болады. Жыныссыз көбею. Жыныссыз көбею кез келген ата-ананың біреуінің жасушаларын митоздық бөліну нәтижесінде ұрпақ беруі. Бұл қарапайым бір жасушаларда жүретін көбею түрі болып есептелінеді. Соңғы бізде регенерация. Кейбір жануарлар өздерін қорғау үшін дене бөлімдерін үзіп тастай алады. Мысалы, шаян тәрізділер аяқтарын, теңіз жұлдызы өзінің бір бөлігін, кесіртке құйрығын тастайды. Осы дене бөліктері жасушалардың митоздық бөліну арқылы қайтадан қалпына келеді екен. Бөлінудің келесі түрі мейоз болып есептелінеді. Мейоз
Ол аналық жасушадан 4 жас жасушаның түзілу үдерісі. Олардың хромосома саны 2 есе кемиді. Мұндай жолмен тек диплоидты жасушалар ғана бөлінеді. Миоздың биологиялық маңызы. Миоз кезінде әрбір жасуша 2 рет, ал хромосомалар 1 рет бөлінеді. Осының нәтижесінде жасушалардың гаметада хромосомалар саны бастапқы кезеңдегіден 2 есе азаяды. Жануарларда миоз жыныс жасушалары пайда болғанда, ал жоғары саттағы өсімдіктерде споралар түзіле бастағанда жүреді. Кейбір төмен саттағы өсімдіктер миоз гаметалар түзілгенде жүре бастайды. Миоз барлық ағзаларда бірдей жүреді. Егерде ұрықтану диплоидтық жасушаларда жүрсе, онда ұрпақтардың плоидтылығы келесі әр буында геометриялық прогрессиямен көтеріледі. Миоздың арқасында гаметалар барлық уақытта гаплоидты жағдайда болады. Бұл ағзаның дене жасушаларының диплоидтығын сақтауға мүмкіншілік береді. Миоздың биологиялық маңызы өте зор. Миоз жыныс жолымен көбейетін ағзалар ұрпақтарының хромосома саны тұрақтылығын қамтамасыз етіп, гаметаларда және гендік комбинациялар пайда болуына мүмкіншілік береді. Ондай болса, балалар, өз ойыңызбен бөлісе отырыңыз. Бірінші, митоз бен миозды салыстырып, өз ойыңызды айтыңыз. Екінші, неліктен жыныстық үдерістерге миоздық бөліну қажет деп санайсыз? Митоз процесінің үздіксіз жүруі ағза үшін қандай маңызы бар? Келесі біздің тапсырмамыз биологиялық диктант. Сіздерге 10 түрлі тапсырма берілген. Осыларда бос орындар қалдырылып кетіп отыр. Осы бос орындарға тиісті жауаптарды қоясыздар. Әр дұрыс жауапқа 1 балдан есептелінеді. Келесі тапсырма. Суретке мұқият қараңдар. Қай сызбада митоз, қайсында миоз бейнеленген анықтаңдар. Бос орынға жетіспей тұрған санды жазыңдар. Бұл жерде сіздерге дескриптор берілген. Митоз және миозды анықтайды. Бос орынға санды дұрыс ретімен жазады. Ондай болса, біз сабағымыздың негізгі мақсатына оралсақ. Біздің сабағымыздың мақсаты тірі ағзалардың тіршілік әрекетіндегі митоз бен миоздың маңызын түсіну. Бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Егерде сабақты жақсы түсінсек, бас бармақты жоғары қаратқан смайликпен. Енді түсініп келе жатсақ, онда жанына қарап тұрған смайликпен. Егер сабақты бүгін мүлдем түсінбесеңіздер, онда смайликті төмен қарап тұрған бас бармақты маған жіберулеріңізді сұраймын. Үйге тапсырма. Миоз және митоз. Осы кестені толтыру арқылы үй тапсырмасын орындаймыз. Миоздың бірінші салыстыру, ұқсастығын анықтау, айырмашылығын табу және биологиялық маңызын анықтау. Ондай болса, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.